Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Бүгін сіздерменен С дәруменінің, яғни аскорбин қышқылының адам ағзасына пайдасы және әсері туралы айтып беретін боламын. Достар, менің арнама жазылып, менің өзге де адам денсаулығына пайдалы көптеген видеоларымды қарап шықсаңыздар болады. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. С дәрумені немесе аскорбин қышқылы суда еритін витаминдер қатарында. Оның адам ағзасына пайдасы ағзаға темірдің сіңірілуін жеңілдетіп, жарақаттың тез жазылуына, ферменттердің жұмысын жақсартуға, иммунитетті күшейтіп, вирустық аурулардың алдын алуға, коллаген синтезіне қатысып, тамыр серпімділігін арттыруға, сонымен қоса сүйек, буын жүйесінің жұмысын жақсартуға, қартаю процесін баяулатуға және қанды сұйылтуға әсер етеді. С витаминінің ағзаға жетіспеуінің белгісі адам шаршаңқы келеді, депрессияға бейім және де жарақаттарының жазылуы қиындау болады. Сонымен қоса сүйектері сынғыш, тырнақтары сынғыш болады. Сондай-ақ ұйқының қанбауы жиілейді. Вирустық ауруларменен жиі ауырып, себепсіз мұрыннан қан ағуы көбейеді. С дәрумені цитрустық жемістерде жиі кездеседі. Соның ішінде мандарин, лимон, апельсин, грейпфрут, сондай-ақ итмұрын, тәтті бұрыш, қарақатта, петрушка, брокколида көп кездеседі. С дәруменінің қолданылуы күніне 1 дрожжиден тамақтан кейін қолданыңыз. Қолданар алдын дәрігермен кеңесіңіз. Себебі С дәруменінің ағзада көп болуы бүйректегі тас ауруына және де аллергиялық ауруға алып келеді. Сондай-ақ С дәруменін В12 витаминменен, сондай-ақ Д витаминменен бірге қолдануға болмайды. Өйткені С дәрумені басқа витаминдердің сіңірілуін төмендетіп тастайды. Сол үшін де оны өзін жеке қолданған дұрыс. Достар, келесі видеоларымды жіберіп алмау үшін менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.